Антибиотиктер жайлы келетін болсақ, мынандай жағдай болған. Ағай, мен алдында сіз дәрі жазып берген кезде антибиотикпен мен емделіп кеттім, бірақ одан кейін тағы да ауырып қалып едім 1 жылдан соң, бірақ көмектеспеді. Не істесек болады дейді. Негізі антибиотиктерге келетін болсақ, сіз 1 рет қабылдағаннан кейін, егер де соны до конца жеткізбей, түбіне дейін жеткізбей кететін болсаңыз, сол дәрілерге сіздің ағзаңыздағы бактериялар тұрақтылық немесе төзімділік жасап қояды. Олардың да өзінің иммунитеті бар сіздің антибиотикке. Сол себептен антибиотикті керекті кезінде ғана қолдану керек. Тұмаураттан немесе мұрнынан суықтады бірден антибиотик іше беретін болсаңыз, ағзадағы бактериялар оған иммунитеттік төзімділік жасап алады да, сол себептен көмектеспей алады. Сол себептен айтатын болсақ, бұрынғы кездегі пенициллин, тағы стрептомицин дейтін дәрілер қазір жоқ. Себебі осы өзіміз бетпе-бедерсіз ішіп, олардың күшін жойдық. Сол себептен антибиотиктерді бетпе-бедерсіз қолдануға болмайды. Тек қана жақсы тамақ ішіп жүріңіздер. Егер де денсаулығыңыз қатты ауырып жатса, дәрігерге келіңіздер, көмектесеміз.